Қыздар, көйлегіміз осындай болып шықты. Мені қолдап кетсеңіздер. Осындай әдемі нәзік көйлегіміз дайын. Кез келген жерге кие береміз. Каблукпен де, тайтабанмен. Қыздар, мастер-классымызды бастаймыз. Ол үшін бізге осындай мата керек. Әр өлшемде әртүрлі. Мен мына жерде 3 метр мата алдым. Сосын бізге арнайы өзіміздің лекаламыз қажет болады. Лекаланы құрастырудан бастаймыз. Осындай түсті шептерін алсаңыздар болады. Мен мынаны аберлік алдым, мынаны кәдімгі түзу тігісті машинкаға алдым. Енді мына жерде менде леон матасын бір рет жуып қолданған дұрыс негізі. Бір рет жуып аласыздар, одан кейін кептіріп, жақсылап үтіктеп, одан кейін тіге берсеңіздер болады. Лекаламызды дәл осы бетіндегі суреттегідей құрастырып алатын боламыз. Ол үшін міне мына бірінші парақ бізде. Бірінші парақтың шетінде мынандай қайшының суреті бар. Осыны былай қырқып тастаймыз. Сосын мына екеуін бір-біріне жақындатып скотчпен немесе клеймен клейлеп шығатын боламыз. Барлығын дәл осы суреттегідей номерация бойынша құрастырып алатын боламыз. Дайын болған кезде тағы бір рет видеоға түсіріп көрсететін боламын. Міне қыздар, біздің лекаламыз дайын болды. Енді осыны қырқып шығатын боламыз. Осындай үлкен болып шықты. Мына баланың өзі әжептәуір үлкен. Баланы 20 сантиметр қылдым. Ортасынан 10 сантиметрден сызық түсіріп, тағы біреуін қырқып алатын боламыз. Оның бәрін лекалаға сала беретін болсам, лекал қатты үлкен болып барады да, сол үшін осындай қылып қалдырдым. Мынау бізде алдыңғы бой, мына артқы бой. Мына бізде аптечкаларын дәл осылай қылдым, чтобы сыртына біздің тігісіміз көрінбей тұру үшін. Жең керек деген ханымдар үшін жең қостым, бірақ жеңді өздеріңіз ары қарай модельдеп аласыздар. Оған мен сборка ештеңке қосылмаған жең бұл жерде. Дәл осылай болып шықты. Енді осыны қырқып аламыз. Міне біз қырқып дайындап алдық. Енді мата үстіне қойып пішетін боламыз. Дәл осылай қырқып дайындап қоясыздар. Екі бүктеп, дәл осылай екі бүктейміз. Сосын лекаламызды үстіне қойып пішіп алатын боламыз. Осыны айналдыра алдыңғы бойды алдын тұтас етіп қырқып шығатын боламыз. Қыздар, міне біз енді артқы бөлікті кесіп алайын деп тұрмыз. Оны да дәл осылай кесіп аламыз. Бірақ артқы бөлік бізде тұтас болмайды. Мына жерінен не қалдырамын? Мына жерін қырқып тастаймын тігіске. Бізде артқы бөлікке осынша ашық жері қалдырамын. Ол басымыз сыю үшін. Оны не дейтінін ұмытып қалдым. Осы жерінен қалдырамыз аптечканың ұзындығынан. Қалған жерін тігісте көрсететін боламын. Дәл осылай артқы бөлікті де қырқып алатын боламыз. Баланымызды дәл осылай қырқып аламыз. Мына ішкі бөліктердің бәрін. Енді осыны қойып айналдырып қырқып шығамыз. Бізде баланнан екеу болады. Жанынан тігіс түседі. Сосын мына баланымыз бізде етегіміздің размеріне тең болу керек. Осыны кішкене сборка жасап жібереміз де баланымызды етекке тігіп аламыз. Сонда ерелек болып, әдемі тұрады, воздушный болып. Дәл осылай қырқып шығамыз. Айналдырып, бұлай айналдырып қырқып аламыз. Міне біз баланымызды қырқып алдық. Мына жерде мен кішкене тігіске 1 сантиметр деп қостым. Баланға тігіске қосылмағаннан кейін осындай 1 сантиметр мына былайынан тігіске қосып қырқып алсаңыздар болады. Енді келесі үлкен баланды қырқып алдық. Енді кіші баланды қырқатын боламыз. Кіші баланын қырқу үшін одан да бізде екеу керек болады. Ол үшін мен мына сантиметрді дәл осы баланды екіге бөліп қырқайын деп жатырмын. Мына жерден 11 сантиметрден айналдыра отырып ішкі бойынан қырқып шығайын деп тұрмын. Сосын біздің ішкі баланымыз да сыртқы баланымыз да дайын болады. Дәл осыны 11 сантиметрден белгілеп аламыз ручкамен. Дәл осылай белгілеп шығамыз. Айналдырып, осы іш жағынан есептеп белгілеп шығатын боламыз. Міне баланымызды осылай ұзындығын 11 сантиметрден белгілеп алдым. Енді осыны осы сызықтың бойынан қырқып шығатын боламын. Міне мен мына қайшымен қырқып тастадым. Енді мынаның астыңғы бөлік жағын алып тастаймыз да. Астыңғы бөлік жағын бөліп қоя тұрамыз. Егер кейінде киім тігетін болсақ керек болады. Соған енді мына осыны біз осыдан екеу қырқып алуымыз керек. Міне ұзындығы 11 сантиметрден осыдан екеу қырқып аламыз. Міне осылай қойып алдым мата бетіне екі қабаттап. Енді осыны айналдыра отырып қырқып шығатын боламыз. Сонымен бізде екі баланымыз да дайын. Артқы бой, алдыңғы бойды да кесіп алдық. Енді оларды тігуге кірісетін боламыз. Міне біз өзімізге керекті детальдің барлығын қырқып дайындап алдық. Мына жерде алдыңғы бой, артқы бой, мына бізде үлкен балан, мынау кіші балан. Мына жерде аптечкаларымыз, алдыңғы бойдың аптечкасы, артқы бойдың аптечкасы. Енді ең алдымен алдыңғы бой мен артқы бойдың иықтарын тігіп алатын боламыз. Қыздар, енді тігуге кірісеміз. Ол үшін ең алдымен мына аптечканың астыңғы бөлігіне аберлок салып алғым келіп тұр. Дәл осылай аберлок салып алғым келіп тұр. Мына екіге ашып отырып осылай ұзына боя аберлок салып аламын. Мына артқы бойға да дәл осылай екеуін ашып отырып ұзына боя аберлок салып аламын. Одан кейін иықтар. Енді мына иық тігістерін бір-бірінің үстіне қойып, иықтарын былайынан тігіп шығамыз.
сосын ашып отырып үтіктейміз. Мынау артқы бой мен алдыңғы бойды да дәл солай иықтарын тігіп алайық, сосын ашып отырып үтіктейміз. Одан кейін барып мойындарын қосатын боламыз. Мына алдыңғы бой мен артқы бойдың иықтарын бір-бірінің үстіне қойдым. Енді осыны тігіп шығатын боламын. Мен дәл осылай қойып алдым. Енді осы жерден 1 сантиметрден иықтарын тігіп алатын боламын. Мына ханымдар, біз осыны алдыңғы бой мен артқы бойды иықтарын осылай тігіп алдық. Үтіктеп алдым. Дәл осылай шықты. Енді біз не істеуіміз керек? Мынаны мойын ойнысын айналдыра отырып тігіп шығуымыз керек. Одан кейін қолтық ойнысын айналдыра отырып тігіп шығуымыз керек. Егер мына жер сіздер лямка сияқты қылып чұқағып кигілеріңіз келсе, мына жерден 1-2 сантиметр былайнан плавно ойып тастасаңыз болады. Сонда лямка варианты болады. Мен иығы қатты ашық болып тұрғанын қалап тұрған жоқпын, чтобы жабық болып тұрғанын қалап тұрмын. Сол үшін дәл осыдан 1 сантиметр ғана былайнан алып тастағым келіп тұр. Ал егерде сіздердікі жіңішке болғанын қаласаңыз, былайна 2 сантиметрден бүйтіп алсаңыз болады. Немесе дәл осылай қалдырсаңыз болады. Иығын жең тігетіндерге арнап, мен лекаладан иықтан 1 сантиметр алып тастаған жоқпын. Егерде жең тігетін вариант болатын болса, сіздікі дәл осылай қалдыра бересіз. Ешқандай ештеңке өзгертпей дәл осылай тіге беретін боламыз. Әрқашан лекаланы дайындап болғаннан кейін өзімізге бір примеркаға жинап, өзімізге киіп көреміз. Одан кейін барып тігуге кірісетін боламыз. Мына булавкалармен қыстырып алдым, инелермен. Енді осыны айналдыра отырып тігіп шығамыз. Мойын ойындысын айналдыра отырып, мына жақта қолтық ойындысын айналдыра отырып тігіп шығатын боламыз. Сосын егерде жең қоятын болсаңыздар, сіздерге осындай целый аптачка қажет болмайды. Ол кезде сіздерге мына жерінен айналдыра аптачка мойын ойындысына ғана жасасаңыздар болды. Егер жеңдеріңіз болатын болса, егер жеңсіз істейтін болсаңыз, осындай аптачкамен тіге бересіз. Міне біз мына қолтық ойындысын, мойын ойындысын қырқып алдық. Енді осы жерден кішкенеден былайна тігіске жеткізбей қырқып шығамыз. Мойын ойындысында дәл осы қырқанымыз сияқты мойын ойындысында қырқып шығатын боламыз. Енді мына қырқып алғаннан кейін осы жерден мына жерінен кіргізіп қолымызды аккуратно мына жағындағысын былайнан аударамыз. Аккуратно аударайық, потому что менің матам өте нәзік, сетінеп кетуі мүмкін. Міне, аударғанда дәл осылай шықты. Сіздерге де дәл осылай шығады. Екінші бетінде. Осылай аударып аламыз. Енді осыны міне аударып алдық қой. Енді осыны мына тігісімізді әдемілеп былайнан отырғызып, әдемілеп үтік басып шығамыз. Сол кезде мына аптачканың бізге тігіс көрінбеу керек ішке қарай. Дәл осылай үтіктеп аламыз. Сонда біздің тігісіміз сыртқа көрінбей тұратын болады. Әдемі болып, аккуратно әдемі шығатын болады. Міне біз мойын ойынысын үтіктеп алдық. Дәл осылай шықты. Мен мына жерден тігіс түсірмеппін. Сол тігісті алдын ала түсіріп кетіңіздер. Мынау кейіннен тартып отырып тіккенім. Сонда да тігіс түсіріп қойдым, бірақ мына бетіне көрінбейді. Сіздер бірінші мойын ойынысын тігіп алыңыздар, одан кейін осы жерін қайтарып тағы бір тігіс түсіріп алыңыздар. Кейін барып қолтық ойынысын бір-біріне біріктіріп тігесіздер. Мына артқы бой мен мына алдыңғы бой екеуін дәл осылай болып шықты. Мына жағында ешқандай тігіс көрінбей тұрады сонда. Қолтық ойынысынан да осындай 0,5 етіп, мынау теріс жағынан мынаны былайнан тігіп шықсаңыздар болады, бірақ машинкамен бірден тігіп кетуге өте қолайсыз. Сол үшін бірінші мойын ойынысын тігіп аламыз, одан кейін барып бір бетін екінші бетіне аударып тігіп алсақ болады екен. Енді біз екі жанын қосатын боламыз. Мына қолтық ойынысында дәл осылай ұзына бойы тігіп шығамыз. Мына жерде оң жақ бетіне қойып, теріс бетінен 1 сантиметрден ұзына бойы тігіс түсіріп шығамыз. Аптачканы да осы жерінен тігіп кетеміз. Мына қолтық ойынысындағы аптачка ұзына бой. Осы бетінде, екінші бетінде дәл осылай тігіс түсіріп шығатын боламыз. Міне біз мына екі жанынан тігіс түсіріп алдық. Енді осыны тігіп алған жерімізді ұзына бойы айбырлықтап шығатын боламыз. Міне біз мына жағынан қолтық ойынысын былайнан тігіп алдық. Енді осы жерден үтікпен басып, мына жерінен былай көрінбейтін тігіспен үстінен ғана басып қоямыз. Мынау сыртқа шығып кетпес үшін осының үстінен басып тігіп шығатын боламыз. Осымен біздің екі жанымызды да әдемілеп үтіктеп алдым. Енді біз арқасындағы мынау ұзын тұрған біздің неміз бар ғой, артқы бөлігімізді мына жағын ұзына бойы, осы жерін ұзына бойы аберлоктап аламыз. Ұзына бойы аберлоктап шығамыз, одан кейін қосып тігеміз. Мынаны қосып аберлоктаймыз, осыны ұзына бойы аберлоктаймыз, одан кейін барып осыны тігілуін көрсететін боламын. Міне мен аберлоктап алдым.
ішкі бөлігін осылай болып шықты. Енді осыны арқасын тігіп шығатын боламыз. Мына жерге дейін тігемін. Мынау не дейтін аптачканың біткен жеріне дейін тігемін. Мына аптачканы мына жағын теріс қаратып тігуім керек. Ортасына түймелікке кішкене андай тігеміз. Түймені былай айқастырып қоятын бар ғой. Атын ұмытып қалдымша, сондай тігетін боламыз. Осылай дайын болып шықты. Енді осыны арқасын мынау аптачкаға дейін тігіп шығатын боламыз. Теріс жағынан. Міне қыздар, мына артын ұзына бойы 1 сантиметрден тігіп шығамыз. Мынау жоғарғы жағын тікпейміз. Бұл жерін біз түйме қадауға қалдыратын боламыз. Оны қазіргі келесі неде көрсетемін. Мынаны бірінші ең алдымен 1 сантиметрден тігіп алайық. Одан кейін осыны екіге ашып отырып үтіктеп шығатын боламыз. Екіге ашып отырып үтіктеп шығатын боламыз. Міне мына жағын тігіп алғаннан кейін енді екінші жағына екінші жағы болғанда міне астын тігіп алдық, үтіктеп алдық. Енді мына үстіңгі жағын дәл осылай қайыра отырып, міне дәл осылай қайыра отырып инемен қыстырып шығатын боламыз. Одан кейін мына желке тұсына мынандай кішкентай резинаны өзіміздің түймеміздің размеріне байланысты түймеміз өту керек. Осындай резинаны немесе мына матаның өзінен кішкене ғана былай жіңішке етіп тігіп жіберіп, сондан осылай түйме өткізетінді істеп қойсақ болады. Осыны мына тура желке тұсымызға мынаның арасына кіргізіп жібереміз. Міне мына жеріне кіргізіп қоямыз. Тіккен кезде жөндеп жібереміз. Дәл осылай арқасынан осындай тігіс түсіретін боламыз. Мына жағынан бір тігіс, мына жағынан да дәл осылай тігіс. Одан кейін мұны оң қаратып үтіктеп алатын боламыз. Тігіп алдым, енді осыны былайынан оң қарататын боламыз. Мына жағын тіктім. Бұл оң қаратайын. Біздің көйлегіміз осылай болып шықты. Мынау тым төмен болып кетті. Оны кішкене көтерейін, мына жерге дейін резинаны мына жаққа қарай көтерейін. Осымен біздің основамыз дайын болды. Енді біз етегін тігетін боламыз. Мына жағын бәрін дайындап қойдым. Алдыңғы жағы барлығы бізде дайын. Енді мына жерін үтіктеп жіберіп етегін тігетін боламыз. Бір киіп примерка жасап көресіздер. Қыздар, міне біз дайындап тігіп қойдық. Енді осы жерге кішкене ғана түймеден былай қадап жіберсек болды. Біздің үстіңгі бөлігіміз дайын. Енді біз нені тігетін боламыз? Етекті баланды тігетін боламыз. Баланды тіккен кейін біздің көйлегіміз толықтай дайын болады. Міне біз былайынан қойып алдым, мен дайындап. Енді осыны айналдырып, ине қыстырып, бір-біріне біріктіріп тігіп шығамын. Мынау кішкентай балан мен үлкен балан екеуін. Міне біз мынаны екеуін бірге қосып алдық. Мынау астыңғы балан мен үстіңгі балан екеуін бір-біріне қосып алдық. Енді осыны дәл осылай тігіп шықсақ болады, но бірақ мына жердегі астына илерек төгіліп тұратын не бізде азырақ болып қалады екен былай істесем. Енді осыны кішкене сборкаға жинайын деп тұрмын. Менде мына жерінде кішкене артық, міне бір 20 сантиметрдей артық болып тұр. Осыны артықты сборкаға жинаймын. Қатты сборка емес, осыны ғана мына етектің етектің көлеміне байланысты сборкаға жинап шығатын боламын. Міне біздің баланымызды мына кішкене сборкаға жинадым. Осы сборкаларды жайып отырып, осы жерінен мынаған қосып тігетін боламыз. Бірақ қосып тікпестен алдын мен бірінші мына жерін тігіп жіберейін деп тұр. Мынау үстіңгі етек бар ғой кішкентайы, соған не салайын деп жатырмын. Аберлок. Осыны аберлоктап аламын. Одан кейін барып мына етекті қосып тігейін деп тұрмын. Бір-біріне қосатын боламыз. Мына жағында бір-біріне қосып шығамыз. Мына жерінен бір-біріне қосып аламыз. Екі жағын. Енді мына жерін етекті қосатын боламыз. Ол үшін біз мына баланымыздың оң беттерін екі жағынан бірінші булавкамен қыстырып аламыз. Булавкамен мына жағынан қыстырып алдым. Енді мына бетінен де дәл солай қыстырып алатын боламыз. Енді мына баланымыздың дәл ортасын қыстырайық. Қалған шеттерін осыған лайықтап, мынандай қатты сборка болып кеткен жерлерін осылай жайып жіберейік.
Мына айналдырып енемен қыстырып шықтым. Енді осыны айналдырып тігіп шығатын боламын. Мына біздің көйлегіміздің етегін тігіп алдық, ішінен аберлок салып тігіп алдық. Енді етегін аберлок салып қайтара сызсақ болды. Аберлок салып қайтара саған дұрыс ау деймін. Осылай. Сосын біздің көйлегіміз дайын болады. Қазір манекенге қойып көрсететін боламын. Қыздар, көйлегіміз осындай болып шықты. Мені қолдап кетсеңіздер. Осындай әдемі нәзік көйлегіміз дайын. Кез келген жерге кие береміз. Каблукпен де, тайтабанмен де киіп кете беретін көйлек болып шықты.